Сәлем құрметті достар, бүгін сіздермен тағы да бір құнды кеңеспен бөлісейін деп тұрмын. Бүгін сіздерге тіл табысу, адамдармен қарым-қатынас жасау және нетворкинг жайында әңгіме айтып беретін боламын. Көп жағдайда біздер жақсы адамдармен тіл табысуға, өзіміздің ортамызды қалыптастыруға асығамыз. Ал бірақ белгілі бір ретте бізге ондай сәт туған кезде жалтақтап, қашып, немесе өзіміздің ойымызды жинақтай алмай, танысу сәті туып тұрса, біз одан керісінше бас тартып жататын кездер болып тұрады. Сіз егерде жаңа ортаға түскен болсаңыз, ол жерде қандай әңгіме айту керек? Таныстық барысында бірінші қандай сұрақтарды қоюға болады? Кіммен қалай сөйлесу қажет? Және қандай әңгімені қозғауға мүлде болмайды? Бұл сұрақтарға қазір жауап беретін боламын. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздер бір кездесуге бардыңыздар делік. Ол жерде сізге жаңа орта болғандықтан өзіңізді таныстыру қажет болды. Неден бастайсыз және қалай өзіңізді таныстырған дұрыс? Ең біріншіден, көп жағдайда өзіңізді жиі мақтап кететін болсаңыз, адамдар сіз туралы басқаша ой қалыптастырып қалуы әбден мүмкін. Мен осындай жерді бүйттім, мынаны сүйттім деп өзіңіздің бірінші жұмысыңыздан көрі, қарапайым сіздің жақсы көретін ісіңіз, сүйікті жұмысыңыз, не болмаса белгілі бір ретте өзіңіздің қызығушылықтарыңыз жайында әңгіме қозғауға болады. Ол көретін киноңыз, оқитын кітабыңыз деген сияқты. Ол әрине сіздің түскен ортаңызға байланысты. Тақырыпты қалай қозғау керек, кіммен қалай танысу керек. Мысал үшін, ең бірінші сіз тұрсыз, бір жерге бардыңыз, өзіңіз енді танысайын деген ойыңыз бар, сенімділігіңізді қалыптастырып, біреумен жақсы әңгіме айтуды көздеп тұрсыз. Сіздің қасыңызға адам келіп тұр. Бірінші сұрағы былай болуы мүмкін. Сіз немен айналысасыз деп? Қарапайым сайт жасаумен деп айтуыңыз мүмкін. Немесе дизайнермін дей салуыңыз мүмкін. Ол ары қарай ол адамды тартпайды. Сіздің өзіңіздің ерекше тұлға екеніңізді анықтатып және ары қарай әңгіме өрбу үшін сіз немен айналысасыз деген сұраққа мен осы Алматы қаласы бойынша ең мықты сайт жасайтын компаниямен айналысамын. Немесе сол компанияның бір мүшесімін. Керемет дизайн жасайтын мықты дизайнермін деп өзіңіз таныстыратын болсаңыз, бірден ол адам ойланады. Бізде қандай мықты дизайнерлер бар? Қандай мықты компания, корпорациялар бар? Яғни маркетинг саласында болса да, қай салада болсаңыз да, өзіңіз алдына міндетті түрде сын есім қосып, өзіңіздің жақсы, мықты, нағыз маман иесі екеніңізді айшықтап айтып кету керек. Сол кезде ол, ең жақсы ма? Ол қандай дизайнерлік жұмыстарыңыз бар? Немесе қандай компанияда сіз жұмыс атқарасыз деп ары қарай әңгіме өрбуі мүмкін. Бұл бірінші тапсырма. Яғни сізге немен айналысатыныңыз жайында, сіздің жұмысыңыз туралы сұрақ қойылған болса, сіз қысқа жауап бермеңіз. Ол жерде өзіңіздің айшықты түрде ерекшеліктеріңізді айтып кету міндетті. Одан кейін екінші, әртүрлі адамдармен араласыңыз. Мейлі, ол дала көше сыпырушысы болсын, мейлі ол сіздің дүкеніңізде бір сатушы болсын, не болмаса бір көлікпен кездесіп қалдыңыз бір жерде, тіпті болмаса ол даяшы болуы мүмкін. Кез келген адаммен сіз тіл табысып қалуға тырысыңыз. Демек, сіз бір күнде қанша адаммен сөйлестіңіз, қандай жаңа адаммен таныстыңыз, оны кешке жақын қорытындылап отыруыңызға болады. Әрбір адамның өз айтар ойы бар, әрбір адамның жинаған тәжірибесі болады. Әр кездескен адамның сіздің өміріңізде белгілі бір кішкентай рөл ойнап кету мүмкіндігі бар. Және олар беретін білім, алмасатын тәжірибе ешқандай кітаппен, киномен немесе басқа нәрсемен өлшенбейді. Тірідей, кәдімгі, кездесіп, сөйлесіп, араласып жүрген адамдардың ішінде әртүрлі адам болуын қадағалаңыз. Бір ғана жақсы ортамен араласып, немесе бір ғана әрине жақсы ортаны қалыптастыру барысында ол өте маңызды. Яғни контингент дейді, аудитория дейді, сіздің сөйлесетін адамдарыңыз, өзіңізді құрайтын ортаңыз деген сияқты. Одан бөлек сіз басқа да адамдардың тағдырын, өмірін, басқа айналаңызды қоршаған неше түрлі маман иелерімен тіл табысып, ой алмасып тұруыңыз міндетті болады. Үшінші тағы да бір қағида, сіз өзіңіз аптасына, жарайды, күніне демей қойын, аптасына сіз 5 қол алысу жасау керексіз. Яғни 5 адаммен танысу керексіз. Өзіңізге нақты жоспар құрыңыз, осы аптада мен 5 адаммен танысам деп. Ол да әртүрлі салада болуы мүмкін, әртүрлі қызмет жасайтын, немесе мүмкін басқа шетелден келген турист болуы мүмкін деген сияқты. Сіз бірақ міндетті түрде әр апта сайын 5 адаммен танысып тұру керексіз. Содан кейін сол 5 адаммен танысқан соң, міндетті түрде онымен кішкене қарым-қатынас орнатып, таныстықтарыңызды ұзағынан қалыптастыру қажет болады.
Одан кейін төртінші қағида ретінде айтқым келетін, үнемі қалтаңызға өзіңіздің визитка дейді ғой, яғни визитка карточкаңызды алып жүріңіз. Не болмаса, телефон номеріңізді міндетті түрде жазып, оның телефон номерін және өзіңіздікін алып қалып алмасуға, әлеуметтік желідегі парақшасын алмасуға тырысыңыз. Танысқаннан кейін 1-2 сағаттан соң немесе бір күннен кейін оған хабарласып, жай ғана қал жағдайын біліңіз. Бұл система, яғни бұл беріліп тұрған методика жақсы жұмыс жасайды. Ертеңгі күні сізге қажетіңізге жарайтын адам болса, сіз кез келген уақытта оған қоңырау шала аласыз, оның жағдайын сұрап отырып, өзіңіздің бір керек жұмысыңызға немесе басқа да бір өзіңізге қажетті деп табатын пікір алмасуларыңызға шақыра аласыз. Сондықтан ортам жақсы болсын, өзім танитын адамдарым көп болсын деп ойласаңыз, онда міндетті түрде осылай әрбір телефон номерін жазып сақтап отыруды ұмытпаңыздар. Сіз жақсы сөйлеп, өзіңізді таныстырып, және басқаны жақсы тыңдай алсаңыз, бұл нетворкингтің ең жақсы құралы болмақ. Ең жақсы тіл табысудағы бір методика, ол сіздің айтып тұрған адамыңыздың сөзін жақсылап тыңдау. Не айтып жатыр? Қандай оқиға айтып жатыр? Не туралы айтып жатыр? Өтірік бас изеп тұра беру емес. Немесе сізді қызықтырмайтын әңгіме болса да, ол жерде бір тыңдағыңыз келмейтін кейіп таныту дұрыс емес. Сіз оны тыңдаңыз соңына дейін, сосын сұрағыңызды қойыңыз, сосын өзіңізді де тыңдайтын болады. Басқа біреулер сізді тыңдағанын қаласаңыз, сіз де басқа адамның айтқан ой пікірімен санасып тыңдауды өзіңіздің қағидаңызға түртіп қойыңыз. Жаңа ортаға барсаңыз да, өзіңіз жақсы орта қалыптастыруды көздеп жүрсеңіз де, осы қағидаларды орындауды ұмытпаңыздар. Яғни, танысқан жеріңізде сіз немен айналысасыз деген қысқаша сұраққа жақсылап ұзағынан өзіңізді сипаттап тұрып жауап беріңіз. Екіншіден, сіз күніне аптасына жақсылап 5 адаммен танысуды негізгі мақсат жоспар етіп қойыңыз. Қалтаңызда үнемі өзіңізді таныстыратын визиткаңыз бірге жүрсін. Оны алмасыңыз, хабарласып тұрыңыз. Одан кейін қызықты тақырыптарды әңгіме қозғаған кезде міндетті түрде сіздің жаңадан танысқан адамыңыздың сөзін, оқиғасын соңына дейін тыңдаңыз. Бұл берілген шағын ғана кеңестер сіздің тіл табысу қабілеттілігіңізді арттырады және ұялмай сенімділігіңізді қалыптастырып, өзгелермен жақсы қарым-қатынас орнатуға көмегін беретін кеңестер. Сөз соңында айтарым, ешкімнен қорықпаңыздар. Барлық адам бірдей. Олармен сіз тіл табысу арқылы, олармен қарым-қатынас орнату арқылы сіздің өміріңізде ол адам үлкен рөл атқарып кетуі әбден мүмкін. Адамның күні адаммен деп қазақ тегін айтпаса керек. Сондықтан айналаңыздағы адамдардың немен айналысатынын, не істеп жүргенін бақылап, олармен жақсы қарым-қатынас орнатуды ұмытпаңыз. Бүгінге осы.